Сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Ақжайық мөлтек ауданынан бүгін обзорға шығып тұрған 2 қабаттан тұратын компактный үйіміз 250 шаршы метрден тұрады. Алдында толық хош постройкалары, времянкалары дап-дайын, қоршаудың ішінде. Қазір сыртында көрсететін боламыз. Бұл үйіміздің ішінде, мінекей кірген кезде тамаша кіреберіс, мінекей қараңыздар. Осындай кіреберістен шағын ғана холлымыз, то есть, и холлдан залға кіріп кетеміз. Өте тамаша зал бөлмеміз. Қараңыздаршы, кең нағыз қазақ тұратын зал бөлме, толық жиһаздармен жабдықталған. И және біздің бірінші қабатта қалып тұрған бір қазақша бөлмеміз и санторабымыз. Үйіміз шағын, жас отбасыға арналған, толық жиһаздармен жабдықталған. Дайын кіріп тұра беретін анау санторап бірінші қабаттың. Мынау керемет баспалдағымыз. Мынау баспалдақтың астына кіріп шағын ғана кладовкамыз бар екен. Ал мынау кафель до потолка. Осындай жуынатын бөлмеміз толық жиһаздармен тоже встроенный жабдықталған. Үйіміз өздеріне арнап салынғаны көрініп тұр. Әрбір материал көрініп тұр, жоғарғы сападағы материал екен қолданылған. Жарасымды шторы, освещение, люстра, бра. Қараңыздаршы, не деген керемет дизайн, минимализм. Осындай үй әрбір көрерменіме жосты болсын. Екінші қабатта да мінекей артық ешқандай площадь жоқ. Мынау өте керемет үлкен люстра. Екінші қабатқа шыққан кезде екінші қабатта осындай холл бөлмеміз тұр. И холлдан жан-жақты жатын бөлмелер кеткен. Мынау бірінші жатын бөлмеміз, барлық жатын бөлме жиһаздармен жабдықталған. Бұның да аулаға қарайтын үлкен терезе, и барлық терезеде мән берсеңіздер жалюзилер орнатылған. Жарасымды мінекей шкаф, кровать, тумбочка, айна упакованы. Мына жерде біздің тағы да айта кететініміз үлкен балконымыз бар. Оны ауласында көрсететін боламыз. И және мынау біздің екінші этажда тағы бір залымыз бар. Бұл үйде 2 зал. Қараңыздаршы, мини зал, ТВ зонасы бар. Осындай керемет бөлмеміз екінші қабатта орналасқан. Және қазір жатын бөлмелер. Барлық жерде аппақ есік, белоснежный дом. Әрбір көрерменіме осындай үйлер жосты болсын. Бұл үлкендерге арналған жатын бөлме. Өзінің тоже көріп тұрған жиһаз, детская кровать. Не көріп тұрсыздар, бәрі қалады. Бұл үйдің сатылып жатқан себебі басқа қалаға көшу саласында сатып жатыр. Но екінші қабаттың жуынатын бөлмесі, санторап, душевая. Бұл үйде 2 санузел. И және мынау біздің қыздарға арналған детская комната. Бұл жерде де толық жиһаздармен жабдықталған. Осындай керемет уже 3-ші жатын бөлмеміз ба? Төбеде 1, 2, 3. Сонда екінші қабатымызда 3 жатын бөлме, 1 зал и және жаңа мынаны көрсеттік санторап. Сонымен қатар қазір сыртында ауласында көрсететін боламыз. Үй іздеп жатқан достарыңызға осы сілтемені жіберіп қойыңыздар. Ал үйіміздің сыртына келетін болсақ, қараңыздар, осындай өте тамаша заманауи үлгідегі үйіміз. Әдемі балконы бар, осындай көрініп тұр. Өздеріне арнап салынған екені, суағарларына дейін, брусчатка үй төрінде орналасқан тамаша греческий стильде 2 бірдей көріп тұрсыздар колонналар бар. Өте жоғарғы сападағы терезелер орнатылған. И алдымызға келетін болсақ, мінекей осындай хош постройкасы бар, времянка жилая, өте үлкен бастырма, то есть тапчанымыз бар, озелененің бәрі жүргізілген, алдымыздың бәрі көгалдандырылған, гүлдердің бәрі егілген. Жеріміз 10 соттық болып саналады. 300 шаршы метрден тұратын. Артқа аулаға келетін болсақ, қараңыз, артында да санторап бар. И шағын ғана жері қалдырылған. Барлық жерге брусчатка төселінген. Үй көрініп тұр, өздеріне арнап салынған екені
өте биік фундамент, арқасында мінекей шағын ғана таза күйген қыштан салынған хозпостройкамыз бар. Ал ауламызға келетін болсақ, кірген кезде бірнеше автокөлікке арналған бастырма, бау-бақшамыздың бәрі жайнап жетіліп тұр. Және міне алдымызда екі қанатында екі бірдей жаңа бастырма және жаңа екі бөлмеден тұратын үлкен біздің жаңа времянкамыз жилая. И мына жақта үлкен барбекю зонамыз да бар. Қараңыздар, осындай керемет үй, өте жоғарғы сапа. Әрбір қазағыма осындай үйлер шығысты болсын, бұйырсын. Үй іздеген достарыңыз болса, осы сілтемені жіберіп қойыңыздар. Мынау біздің барбекю зона, мына потолоктарына мән беріңіздер. Қараңыздар, өте тамаша освещениесімен осы қазіргі заманауи үлгідегі потолокты жасап қойған, өте жарасымды.